Құрметті ауыл тұрғындары, Панфилов ауыл тұрғындары, мына жақтан Ключи ауыл тұрғындары, мына табиғат аясына төгілген мына қоқыстарды қараңыздар. Мына ар жағында бақтың жолы жатыр. Мінекей, мына жолменен бақтың жолынан көліктер бері қарай түседі дағы. Қоқыр-соқырды өстіп мына табиғат аясына келіп төгіп кетіп жатыр. Былай қарай алатын болсақ, мына жақ Еңбекші ауылы, ар жағы Кульжинский трасса. Бұл жолменен де жаңа ұры жол дейді ғой. Ұры жолменен келіп, бері қарай шығып, мына жақтарға келіп, мінекей осындай табиғат аясын ластап жатыр. Мына жерде енді жан түршігерлік, адам қарауға қиын нәрсе енді бұл. Міне көріп тұрсыздар, қоқыс ордасын айналдырған бұл жақтың бәрін. Мінекей, мына жақтың бәрі мінекей көңді де төккен әкеп. Шамасы осының бәрі мал базардан алып келетін көрінеді. Мына Ключи базарынан. Еңбекші ауылы дейді ғой. Сол жақтан алып келіп мінекей. Бәрін міне қараңыздар, міне мынаның ішінде, қаптардың ішінде малдың шек қарны. Мінекей. Мына жерде міне өлген қойдың бас сирақтары жатыр. Шек қарындар міне қаптың ішінде қаптап әкелген бәрін. Бұның бәрі шыбын болып жатыр міне. Орысша айтқанда жаңа инфекция дейді ғой, заразно, распространяется. Жел арқылы, ауа арқылы. Бұл жерде енді қазір мен өз басымда мына жерде демалып тұру өте қиын болып тұр. Бұл енді мінекей ауызды тұмшалап жауып алдық міне. Бұл жерде демалу деген өте қиын. Сұмдық. Адам қарауға қиын енді нәрсе. Ауызбен айтып жеткізу қиын енді бұны. Мына айналаның бәрі қандай табиғат ластаған. Бұл арада мінекей малдың сирақтары, тұяқтары міне. Мына қаптың ішінде міне. Малдың тұяқтары сасып жатыр міне, құрттап. Тері. Мынау көң міне әкеп төккен бәрі. Бұл енді ары қарай жүре беретін болсақ жалғаса береді. Мына табиғаттың аясын түгел бәрін мінекей өздеріңізге көрсетіп отырмын, қараңыздар. Бұл әлі бастамасы. Мінекей, мына жаққа да көңді төккен. Мына жақтың бәрі лас өте. Мына жақтың бәрін енді бүйтіп қарасаңыздар, жаңағы қандай керемет табиғат ортасы міне бұл жер деген орман тоғай. Екі ауылдың ортасында осы жерде мына бақтың бойымен мына Еңбекші ауылдың ортасында сай бар. Осы жерде қоқыс орынға айналдырған. Мына енді бұл жерде қарап тұрсаңыздар мінекей малдың өлексесін әкеп осы жерге тастаған. Бірнеше туша жатыр. Ет сүйектер ажыраған. Мінекей. Енді осыны енді бір әкімшілік қолға алса екен дейміз бізден енді сұраныс. Өтініп сұраймыз сіздерден.